Ассаламу алейкум, құрметті менің оқырмандарым. Баршаларыңызға қайырлы күн. Кішкене ауырып тұрмын, даусыма түрме мән бермеңіздер. Және де мен кешегі өзімнің берген интервьюім жөнінде айта кетсем, негізінде ол кісілер қайта жазып, звондап, ол кісілер үшін өте маңызды болды бұл интервью. Алматыға дейін келуге дейін дайын болғаннан кейін ақыр шығатын нәрсенің барлығы шығып қойды деп, менде эмоция үстінде осындай интервьюді беріп қойған үшін шын жүректен басым дейіп кешірім сұраймын баршаларыңыздан, және де Аидадан, және де Айданың ата-анасынан шын жүректен кешірім сұраймын. Және де Айданы осы уақытқа дейін мен боқтағанды, және де жаңағыдай қолынан ұстап отыр деп жұлқылап, физически қалай айтсам екен, ұрмасам да сөйтіп жұлқылағаным үшін шын жүректен кешірім сұраймын, басымды иіп тұрып. Және де интервьюда айтылған қойныңда жатқан қатын сенбе деген сөзім үшін шын жүректен кешірім сұраймын. Себебі ол сөз енді Қырғызстанда бар ма жоқ па білмеймін, бірақ та бізде Қазақстанда қолданылатын бір мақалдардың бірі деп айтсам болады. Сол мақсатта айтылған сөз болатын, бірақ та ол сөз Айдаға өте қатты тиюі мүмкін. Сол себепті шын жүректен Айдадан және де ата-анасынан кешірімді сұраймын. Сенімдеріңізді ақтамағаным үшін кешірім сұраймын. Барлығы менің қолымда болған негізінде, бірақ мен сол нәрсені дұрыс жасамадым, дұрыс пайдалана алмадым, дұрыс емес нәрселер көп істеп қойдым. Енді Айдада мен де бірінші рет үйленіп тұрған адамдармыз, бізде опыт жоқ, эмоция үстінде көптеген нәрселер шығып кетті, шықпайтын нәрселер шығып кетті. Мен де шығарып қойдым, ол да шығарып қойды. Сол себепті баршаларыңыздан шын жүректен кешірімді сұраймын.